Ата-анаға көз қуаныш, алдына алған еркесі, көкірегіне көп шуаныш, гүлденіп, ой өлкесі. Деп ұлы Абай жырлағандай, Көлдиевтер отбасының алдына алған еркесі, облысқа танымал қолөнер шебері Ысқақ атасы мен тәрбие саласында ұзақ жыл еңбек еткен Үрліғайым әжесінің ой өлкесін гүлдендірген атұстар немересі Абдукарим Асылбекұлы. Көркем есімді еленген 6 жасар Абдукарим бәсіре алып, мұсылман болды. Білім жолына қадам басып, оқушы атанды. Гимназия ұстаздары Асылбек әкесі мен Алтынгүл анасының озат оқушы атанған тәтелерінің арасында отбасының қуанышы боп өсіп келеді. Төртқараның құлтасынан тараған аталы ұрпақ, баталы балалар. Тегіндегі тектілік, қанындағы қасиет, әншілік, шеберлік, би және сурет өнері арқылы көрініс табуда. Бала бақша қабырғасында таудай талабымен талайларды тамсандырды. Достарымен құлынтайдай шапқылап ойнап, сабақты да салмақпен ойлап өсіп келеді. Мектеп алды даярлық тобында 2 мәрте республикалық конкурста сурет өнері бойынша жүлдегер атанып, номері 2 мектеп гимназияның мерейін үстем етті. Облыстық шығармашылық академиясына сыйлы қонақ ретінде арнайы шақырту алып, академия жұлдызы медалімен наградталды. Бәсеке өмір дегенің, алды сол бір жарыстың. Мәреден сені көрейін, туын тік балам намыстың. Жақсыға көңіл марқайған, жұлдызға қолың соз балам. Суырла озғын ортаңнан, сөнбесің отын маздаған. Көгере берсін көсегең, жабысқын арман жалына. Құлының жақсы десемен биіктей түсем тағыда. Үмітім сенсің ертеңгі, сенімнің жықпа жалауын. Өмірдің өзі өлшеулі, байқап біл бәрін қарағым. Марқайсын, ата-анаңда, мақтансын, жолдаш жораңда. Пайдаңды тегіз адамға, пайдаңды тегіз қоғамға. Абдукаримнің сүндет тойы мен тілашар тойы құтты болсын ағайын.